Сәлеметсіздер ме, құрметті достар. Бүгін мен сіздерге алдын видеода көрсеткен судағы өсіп жатқан әйел бақыты гүліммен бөліскім келіп отыр. Мен алдын айтқан болатынмын, результатымен, нәтижесімен бөлісемін деп. Қарасаңыздар, міне өсті. Мен алдыңғы суретін экранға шығаратын боламын, қандай күйде болғанын. Енді қараңыздар, суы да өте жаман болып кетті. Мына соңғы жапырақтары, мына қараңыздар, аяқ жағындағы жапырақтары сарғайып, бұлай қурап бастап жатыр. Бұны дер кезінде отырғызу керек топыраққа деп ойлаймын. Бірақтан міне тамырлары өте әдемі. Бұл неше ай тұрды суда. Су азайып кетсе, мен құйып қоямын, азайып кетсе, былайша айтқан кезде көктемнен бастап суда тұрды бұл. Біраз уақыттан бері. Мына жерде шіріген тамыры бар екен. Көрінді ме, өте жұмсақ болып осылай шіріген тамырларын барлығын алып тастап, қараңыздар, суда көп ұзақ уақыт өседі деген нені жоққа шығаруға тура келіп тұр. Сарғайған, зақым келген андай жапырақтарының барлығын алып тастаймыз. Міне өзі сынып түсіп жатыр. Егер корневин болса, тамырына корневин сеуіп отырғызуға болады. Мен қазір корневин сеппеймін, себебі мына тамыры тым жаман емес, өте аппақ, әдемі, үлкен болып тамырларын өсірген. Және де бұны қарасаңыздар, ұштары мынандай болып сарғайып қурап жатыр. Және мынандай сары жолағымен. Бұл деген сөз, тамыры суда көп тұрды, суды көп сіңірді деген сөз. Бұны мына әйел бақыты гүлін үлкен горшокқа отырғызуға болмайды. Сол себепті де менде горшок болмады. Горшоктың бәрі таусылып қалыпты. Мынандай бір майонездің ыдысын мына астын тесіп, қараңыздар, осыған енді шақтап отырғызатын боламын. Бұл да сәл үлкендеу болады, бірақтан мен өзім суды жақсы құюға тырысамын. Мына жерде мен алдыңғы видеоларда көрсеткен мына топырақ құрамын жасап жатырмын. Мына қоспаларының барлығын қосып, араластырып, осыған қазір мен әйел бақыты гүлін отырғызатын боламын. Егер осындай топыраққа заказ беретін болсаңыздар, мен WhatsApp номерімді қазір экранға қалдырып кетемін. WhatsAppқа жазып, заказ берсеңіздер болады. Осылай топырақ құрамын барлық қоспаларын барлығын қосып, мен сіздерге почтадан салып жіберетін боламын. Онымен қоса, мына жерде көптеген тыңайтқыштарға заказ берсеңіздер болады маған. Мына қараңыздар, мына живая удобрение деген өте керемет тыңайтқыш. Қазір мен сіздерге жақынырақ көрсетейін. Мына қараңыздар, мына өте жақсы қорғайды. Және мына стимуляция роста, өсуіне септігін тигізеді. Және мына удобрениеға кеңес беремін. Бұл органический удобрение. Және мына скорая помощь деп тұр. Бұл аурулардың алдын алады, егер осыны қолданатын болсаңыздар. Мына 9 элементов деген тыңайтқыш, 9 микроэлемент бар құрамында. Мына жерде көрсетілген, қараңыздар. Егер гүлдеріңізге барлық микроэлементтер жеткілікті болса, онда гүлдеріңіздің жапырақтары өте керемет, жап-жасыл болып өсетін болады. Мынандай препараттар бар. Бұл таблетка түрінде. Бүкіл зиянкестерді тамырын емдеп, зиянкестерден құтқарып отыратын болады. Сонымен қатар мынандай препараттардың неше түрлері бар. Актелик, циркон, корневин, мына фертика люкс дегенде, қараңыздар, өте керемет. Бұл да микроэлементтерге өте бай тыңайтқыш. Ұзақ уақытқа жетеді. Және мына килограммдық тыңайтқыш бар. Граммен алсаңыздар болады. 100 грамм, 200 грамм, осылай граммен сатыла береді. Бұл 20-20-20 деген микроэлементті тыңайтқыш. Бұны сіздер даланың гүлдеріне де, кез келген гүлдерге қолдансаңыздар болады. Тек қана бұл емес, тыңайтқыштардың, топырақтың түрлерін сіздер маған WhatsAppқа жазу арқылы көріп біле аласыздар. Ендігі кезекте мен мына әйел бақыты гүліне топырағымды дайындап, дәл осылай мен сіздерге де топырақты өз қолыммен дайындап бере аламын. Мен дайындаған топыраққа сіздер тағы да ауланың топырағын қоссаңыздар болады.
себебі мен дайындаған андай торф өте жеңіл, ауа өткізгіш болады. Тек аула топырағын қоспаймын. Мохс фагнумды да қосамын. Өте жеңіл, ауа өткізгіш болып тұрады. Мына ауланың топырағын, жердегі жатқан топырақты сатып не керек? Сол себепті де оны өздеріңіз қосып алсаңыздар болады. Мінекей осылай дайындап, бұның құрамына мен құм да қостым. Өте бұны қараңыздаршы. Сіздерге көрініп тұр ма? Өте жеңіл, мынандай торфяной топырақ. Тек қана универсальный топырақта гүлдер жақсы өспейді. Енді осы топыраққа мен қазір әйел бақты гүлін отырғызатын боламын. Мінекей мен әйел бақты гүлін отырғызып болдым. Мына жерде қараңыздар, мына точка ростасын жауып тастауға болмайды. Осы жерден жапырақ шығарады. Жапырақтары жақсы шықпай қалады егер жауып тастайтын болсаңыздар. Көп адамдар осы жерде қателік жібереді екен. Еркек бақты гүлі болсын, әйел бақты гүлі болсын, точка ростасын жабуға болмайды. Осы гүлдің енді ары қарай қалай өзін сезінетінін барлығын сіздермен бөлісіп отыратын боламын. Ол үшін сіздер менің каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып отырыңыздар. Комментарий жазсаңыздар, мен міндетті түрде жауап беруге тырысамын. Қараңыздар, өте керемет болып өседі деген ойдамын. Бұл кішкентай ғана атростық болған. Енді мына топыраққа отырғызған соң өзін жақсы сезінеді деп ойлаймын. Бұл гүлге суда тұрғанда мен бұған ешқандай да тыңайтқыш берген жоқпын. Сол себепті де қараңыздар, жапырағы жап-жасыл емес. Бұған микроэлементтер жеткіліксіз болып тұрғаны көрініп тұр. Енді мен бұған мына тыңайтқышты бере бастаймын. 9 микроэлементі бар құрамында. Өте керемет, жапырақтарын жап-жасыл қылып өсіретін болады деп ойлаймын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Видеоны лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер, және менің инстаграм парақшама тіркелуді де ұмытпаңыздар. Сол жақта көптеген ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын. Инстаграмға ссылканы описаниядан аласыздар. Сау болыңыздар.